Ассалаумағалейкум, бисмиллахиррахманиррахим. Бақытты болыңдар айналайын. Өмірлерің ұзақ болсын. Рахмет. Қазақ дәстүрінде ежелден сақталған салттың бірі табақ тарту рәсімі. Қонағына қой сойып, кәдесінен жаңылмайтын қазақ әрқашанда сыйлы қонағына етті белгілі бір тәртіппен ұсынған. Ал қазіргі уақытта осы табақ тарту рәсімі жайлы не білеміз? Оны табақ тартудың жөн жосығын білетін, ережесін білетін Айзада апайдан сұрап көрейік. Балам, бүгінгі мен саған бас табақтың тартылу жолын үйретемін. Қазақта бас табақты шаңырақтың сыйлы құдаларына, ақсақалдарға, ауылдың үлкен сыйлы ақсақалдарына, қарт кісілерге тартылады. Қойдың 12 мүшесі бар, сан жілігі, қол жілігі. Ал енді ең алдыменен табаққа мінекей жамбас салынады майлысымен. Содан кейін мінекей тоқпан жілік, ол да кәделі, тоқпан жілік, ол да кәделі. Және онымен қоса бір көсек ет те салынады. Және содан кейін мінекей сүбе қабырғасы да салынады. Содан соң барып табаққа мінекей басты саламыз. Басты әр уақытта тартылатын кісіге қаратып қоямыз. Оны қалай болса солай қоя салмаймыз, тартылатын кісіге қаратып қоямыз. Және сонымен қатар бастың міне маңдайшасын кесеміз. Ол да бізде қазақта ырымға жатады. Сөйтіп мінекей табақ осылай бас табақ дайын болады. Сөз қасиеті мен қадірін жете түсінген қазақ баталуға аса мән берген. Ақ дастархан басына аузы дуалы абзал ақсақал келсе, төрге шығарып сыйлап бас ұстатқан. Басты қолына алған қария өзі ауыз тиген соң маңайында жүрген балаларды шақырып, қойдың құлағын кесіп. Мынау құлақты айналайын. Ала ғой. Екінші құлақты бізде қазақта былай болған. Кім жақында немерелі болды, немесе бөпелі болды, сол адамға беретін болған. Енді екі езуін тартып қой дейді. Себебі жаңағы екі езуі, мынау жаңағы 4 құбыла дейді ғой. 4 құбыламыз тең болсын, аманшылық болсын деп. Мынау енді үлкендерге берілетін бас қой. Ал енді мынау төбесін алып, болат айналайын саған берейін. Осы мынау бүкіл ауданға қамқоршы болып жүр. Ал көке мынау көз сізге, мынау жастарға көз қырыңды сала жүр. Рахмет, рахмет. Міне, қазақтың табақ тарту рәсімінің өз ережесі бар. Ендеше осы сара жолды ұстанып, салтымызды сақтап, дәстүрімізді дәріптейік.